Сәлем, құрметті оқушы, 94-ші беттегі тапсырмаларға келетін болсақ, бірінші тапсырма бізде видео көру қажетпіз және де ондағы сөздерді теріп жазу керекпіз мына жерде. What makes a good friend дейді. Жақсы дос болу үшін қандай болу керек деген сұрақ. Бірінші тапсырмада help with decisions, thinks of other people and is helpful, has to just be there, is honest, helps with homework, listens. Осы сөздер айтылды. Үшінші тапсырмада жаңағы сөздерді видеодан тыңдауларына болады. Үшінші тапсырмаға келетін болсақ, Лаура Оливияға не ұсынды? Көмек қолын ұсынды Лаура. Оливия интернетке доступ кіре алмағаны үшін көмектесейін деп көмек қолын ұсынды деген сөзді жаздым. Төртінші тапсырмада тиісті сөздерді қоямыз. Ask you сұрау, not sure how to сенімсіз болу, you need қажет, me show маған көрсет, to do жасау, give you hand көмектесу. Осы сөздерді қоямыз, 6 сөзді. Келесі 7-ші тапсырма, 5-ші тапсырма бұл жерде тексеру, бұны қайтадан тыңдаңдар дейді. 6-ші тапсырмада осыны оқыңдар деп тұр. 7-ші тапсырмада мына екі ситуацияны беріп тұр. Осы екеуінің біреуін таңдап алып, тура осындай conversation жасаңдар деп тұр. Мен бірінші ситуацияны таңдадым. Ол видеоны жүктеу туралы. Сен оны қалай жүктейтінді білмейсің және оны өз досыңнан сұрайсың, Hey, can I ask you something? Сәлем, мен сенен бір нәрсе сұрасам бола ма? Yeah, sure, what's up? Әрине, не болып қалды? I want to download a video, but I don't know how. Мен видеоны көшірейін, жүктейін деп едім, бірақ та қалай екенін білмей тұрмын. You find the video, сен бір видеоны тауып аласың, save it, сақтайсың, and download it, оны жүктейсің, and prepare folder, бір папка дайындап қоясың, where to save it, қайда сақтайтынына папка дайындап қой деп. Thanks, it's really nice of you. Шынымен де сен жақтан бұл өте керемет көмек болды. Don't worry, I'll give you a hand if you like. Егер сен қажет етсең, мен саған көмектесейін. Great, thanks a lot. Рахмет, көп рахмет, тамаша. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.